Тәңірдің өзі ықыласы түсіп, ерекше жарататын пенделері болады. Олар әрине суретшілер. Ерен талант, керен өнердің иелері ғана күңгірт тартып, көмескілене бастаған тарихтың көңілсіз беттерінде көрікті әлем түзіп, оны қайта жаңғыртып, өз өрнектерін салып өзгерте алады. Олар қалай, қайдан келеді десек, ол да бір құдіреттің ырқында. Осы тұрғысынан өнерде өшпесте із қалдырған Қожықовтар әулеті турасында айтылар әңгіме өзгеше. Қожахмет Қожықов белгілі қоғам қайраткері, ағартушы, ғалым Қоңырқожа Қожықовтың тұла бойы тұңғышы. Егер Қожықовтар әулетінің шежіресіне келетін болсақ, әкелері Қоңырқожа, ол да қазақ қоғамы тағы сондай бір қиын заманды басынан кешірген кезеңде туылып, өмір сүрді, қызмет етті. Алайда осы кісі өзінің халқына не қажет екенін жақсы білді. Міне бұл сопылық дәстүрдегі ақиқатқа, халыққа қызмет ету деген қасиеттің Қожықовтардың қанында болғандығын көрсетеді. Ал анасы Ләтипа Мұңайтпасқызы да оқыған, Ақсүйектер әулетінен шыққан, аса дарынды қолөнер шебері. Ол болыс болған аса дәулетті адамның қызы болатын. Олардың отбасында өнерге деген ықылас айрықша еді. Қыздардың бәрі кесте тігетін. Оның кесте тігу мен кескіндеу өнеріне құмарлығы бала кезден қалыптасқан. Өте дарынды болатын. Сурет салатын, одан өзге хат танитын, өлең жазатын, суырып салма ақындығы да бар, әнді де жақсы айтушы еді. 1914 жылы Қожықовтардың отбасында екінші ұл Құлахмет дүниеге келеді. Ағайынды Қожахмет пен Құлахмет өздерінің шығармашылық ғұмырларында әкесі Қоңырқожаға тарихқа және қазақтың көне аңыздарына деген сарқылмас құштар құмарлықты дарытқаны үшін, ал қазақтың тұңғыш кәсіби суретші костюмері, қазақ театрының аңызы атанған анасы Ләтипа Мұңайтпасқызына өзінің әсемдік әлемімен таныстырған үшін борышты. Бәрі де сол кезде еліміздің астанасы Қызылорда қаласынан басталған. Мұхтар Әуезовтің Қарагөз пьесасының кезекті дайындығы жүріп жатқан. Бәрі ойдағыдай көрінгенімен, спектакльді қоюшылардың көңілінде қобалжу бар. Өйткені премьераға аз күн қалғанымен, орынбордан шақырылған суретшіден хабар жоқ. Ұйымдастырушылар суретшінің келмейтінін түсінген шақта, бүкіл қалаға ісмерлігімен танылған қолөнер шебері Ләтипа Қожықовадан көмек сұрайды. Она не одна работала, уже она с собой привела своих детей. Ол жалғыз емес еді. Өзімен балалары Қожахмет, Құлахмет деп бірге жұмыс істеді. Олар аналарына жасөспірім кездерінен көмектесетін. Қожықовтардың өнерге келуімен театр өнерінің қалыптасу кезеңі басталады. Апамыз әртістердің киімінен бастап аппликация және кестеленіп төгілген театр шымылдығына дейін тіксе, ал сахнаның ішін безендіру ағайынды жігіттерге тиетін. Сол кездегі декорация мен костюмдер одан кейінгі талай қойылымдарда кәдеге жараған екен. Декорации Ходжиков, братьев Ходжиков, они использовались еще во многих спектаклях в дальнейшем. Отбасында үйдің үлкені Қожахметтің бейнелеу өнерін кәсіби деңгейде меңгеруіне көп қолдау көрсетілді. Оны алғашында білім алсын деп, ойы өрне қоятын бір өзбек шеберге береді. Кейінірек ол Ташкентте ашылған бейнелеу студиясына оқуға түседі. Оның таланты да ол жерде жарқырай ашылып көрінген екен. Одан кейін 20-шы жылдары ол Мәскеуге оқуға аттанады. Қожахмет Қожықов 1928 жылдары Мәскеудің жоғарғы мемлекеттік техникалық көркемөнер шеберханасында білім алады. Жалынды ақын Маяковский жырларына сурет салатын суретшілермен бірге жұмыс істейді. Ол өнерге ғашық, нағыз суретші болатын. Ол өте тартымды жан еді. Өкінішке орай, ол жайлы аз жазылғандықтан біз мүлде аз білеміз. Ол жөнінде алғаш рет 34 жылы «Известия» газетіндегі мақалада айтылыпты. Сол жылы Қазақстан бейнелеу өнерінің көрмесі өткен. Бұл Мәскеуде ұйымдастырылған алғашқы көрме болатын. Сонымен, көрмеге біздің бейнелеу өнеріміздің негізін салушы Хлудов сынды атақты суретшінің
шығармаларымен қатар бірінші рет Қожа Ахмет Қожықов деген қазақ суретшісінің туындылары қойылады. Міне сол көрмеде оның туындылары кеңестік дәуірдің өнер танушы атақты академигі Ионның назарына ілігеді. Оның туындыларындағы өзгеше мазмұнды мәнерден әсерленуі сондай. О, сұрапыл Қожықов деп таңданған екен. Қожа Ахмет Қожықов пейзаж бен плакат саласының шебер ретінде танылды. Әзіл мен оспақ, әжуа мен мысқыл оның қыл қаламынан ерекше көрініс тапты. Ол карикатура жанрының негізін салды. Қожа Ахмет Қожықов суретші ретінде көптеген көркем әдебиеттер мен балаларға арналған кітаптарды безендірді. Ол ұзақ уақыт ұстаздық етіп, саяхатпен де айналысты. Оны шығыстың Самарқанд, Хиуа, Бұхараның сәулет өнері мен мәдениеті қызықтыратын. Ол бұл өлкені өте сүйетін. Содан ұзақ уақыт Қарақалпақстанда тұрды. Орал Таңсықбаевпен араласты. Олар өте жақсы достар еді. Құлахмет, Орал Таңсықбаев, Қастеев, Исмаилов сынды алғашқы қылғалам шеберлерінің бәрі бірігіп, сол жерден өнер мұражайын ашқан еді. Таңғажайып талант дарыған Қожықовтар әулетін ары қарай жалғастыратын келесі адам Нұрахмет Қожықов. Оның да өнерде таласы бар суреткерлігі бала кезінен байқалады. Ол аса қиын, бірақ сырбаз да сырлы мүсін өнерін таңдайды. Көп ұзамай Қожықовтар отбасында тағы бір ұл, үйдің кенжесі Сұлтан Ахмет туылады. Бұл 1923 жыл еді. Кейін Астана Алматыға ауыстырылғанда театр бірге көшеді. Құлахмет Қожықов Алматыда драма театрдың штатына суретші безендіруші болып қызметке қабылданғанда небәрі 18 жаста болатын. Еңліккебек спектаклін безендіру жас суретшінің шығармашылық қарымы мен қабілетін сынаған алғашқы белес еді. Көп ұзамай жас суретші Ленинградтың үлкен драма театрының студиясына жіберіледі. Ол оқи жүріп, театр суретшісінің көмекшісі қызметін атқарады. Кәсіби білімін шыңдап, тәжірибесі молайып елге оралған Құлахмет Қожықов Алматының көркемдік өміріне білек сыбана кіріседі. Бірақ отбасының қуанышын көп көргендей, қазақ зиялысының соңына шырақ алып түскен НКВД жендеттері, әкелері Қоңырқожа Қожықовты халық жауы деп тұтқындайды. Қазақтың бір туар ардақты ұлы Қоңырқожа Қожықов сол кеткеннен оралмайды. Көп ұзамай әкесінің артынан үйдің үлкені Қожа Ахмет тұтқындалады. Құлахметті өзінің замандастары мен әріптестері өзімен өзі жүретін, томаға тұйық адам дейтін. Ол көп ешкіммен араласпайтын. Міне ол ұзақ жылдар, тіпті кейін есейгенін шығармашылық шағында да халық жауының балалар деген қорлық таңбадан арылалмады ғой. Соған қарамастан Құлахмет Қожықов шығармашылықты тастамады. Ол театрдың классикалық және заманауи репертуарынан 20-ға тарта әртүрлі сахналық қойылымдарында тер төге еңбек етті. Әсіресе Мұхтар Әуезов туындылары арқылы Абай тұлғасы оның шығармашылығында шоқтығы биік, ең басты тақырыбына айналды. Суретші Жидебайда әйелдер мен ерлердің киім үлгісінің алуан түрлі эскиздерінің сериясын, сол өңірге тән үлгісін жасады. Кейін ол осы коллекциясы арқылы Абай операсында 16 кейіпкердің костюмінің эскизін және әртүрлі көріністер үшін 5 сахналық декорацияны жасап шығарды. Абай образын сомдаған Ришат Абдуллин ол туралы былай деген еді. Мен ұзақ уақыт образға іліне алмай, сөздерімді нәшіне келтіре алмай қиналдым. Абай жолын 10 қайтара оқып шықсам да, ақын болмысын терең сезінбедім. Ең соңғы дайындықта Қожықов әзірлеген костюмді маған кигізгенде, мен еркіндік пен керемет үйлесімнен шырқай жөнелдім деген еді. Осы бір костюм сәулетшісінің әр туындысында құдды оның кейіпкерлерінің үні мен қимылы жасырынып тұратындай еді. Шеберлік шыңдала түсті. Бұл жылдары Нұрахмет Қожықовтың монументальды туындылары да Қазақстанның көптеген қалаларын безендіріп үлгерген еді. Ол мүсін өнерінен өзге театрлар мен мәдениет сарайларын көркемдеу ісімен шұғылданды.
Нұрахмет Ұлы Отан соғысы бастала салып майданға аттанады. Көп замай Құлахмет те әскер қатарына қабылданады. Вот Нұрахмет аға, он ушел на фронт. Нұрахмет аға соғысқа кетті. Майданда ауыр жараланғандықтан ол бірінші топтағы мүгедек болатын. Жарақат ауыр сал болып қалғандықтан көп жыл төсек тартып жатып, өзінің дарынын жүзеге асыра алмады. Не мог реализовать свой талант. Бәрі майданда суретші жетіспейтін. Бірде Алматыға келген Құлахмет Қожықовқа ойда жоқта жолыққан суретшілер одағының бастығы оны Эйзенштейнге алып барады. Они составляют письмо правительства. Олар оны әскерден алып қалу үшін өкіметке жедел түрде хат жолдайды. Бәрі бір түнге жеткізбей небәрі 3 сағаттың аралығында оған халық комиссариаты бастығының қолын қойғызып әкемді киностудия бірлестігінің орталығына жұмысқа қалдырған екен. Этот ходатайство. И таким образом отец остается на киностудии ЦОКС. Осылай Құлахмет Қожықов кеңестік кино өнерінің саңлақтары Эйзенштейн, Рашаль, Строева, ағайынды Васильевтер сынды таланттар мен қызметтес болу мүмкіндігіне ие болады. Эйзенштейн Құлахметті шығыс тұрмысының білгір ретінде Иван Грозный фильмін түсіруде кеңесшісі ретінде таңдайды. Құлахмет фильмдегі татар Қырым хандарының образдарына лайық киім үлгілерін жасауға атсалысады. Казан большой, Москва маленький. Ол Алматыға көшіп келген орталық киностудия бірлестігі түсірген фильмдерде бірге жұмыс істейді. Алып туралы жыр, Жамбыл, Домбыра күмбірі сынды 11 фильм сол жылдардың жемісі. Ал режиссер Григорий Рашальдың Абай әні кинофильмнің қоюшы суретшісі ретінде Құлахмет 22 кейіпкердің киім үлгісін әзірлейді. Біз Жетісуданбыз, Қортпа, Атамекен, Гаухартас, Менің атым Қожа фильмдерінде кино түсіретін жерлердің көрінісі, кейіпкерлердің киімдері, тұтынатын заттарына дейін Құлахмет Қожықовтың көркемдік шешімдерімен жүзеге асып жатты. Ұлттық кинематографияның алтын қорына енген Алдаркөсе фильм үшін ол Орта Азия мен Қазақстан кинофестивалінде арнайы дипломмен марапатталды. Өйткені түсірілу алаңында ол кезде Қожахмет Яссауи кесенесінен басқа түк жоқ тақыр дала болатын. Құлахмет Қожықов фильмнің қоюшы суретшісі ретінде ежелгі Яссы шаһарының тарихын зерттей отырып, көне қаланың бейнесін қайта тірілтеді. Суретші ескезінде көне шаһар, қос мұнаралы алып қақпа, көзешілер мен ұсталардың шеберханасы, сауданы қыздырған саудагерлер бейнесі режиссерді шабыттандыра түскен. Фильмнің қоюшы суретшісінің жоспары бойынша киноға керек ғимараттарды салу ісі басталып кетеді. Режиссер Шәкен Аймановтың Алдаркөсе фильмі тарихты қайта тірілткен ең көлемді, ең күрделі, ең қызықты кино түсірілім болды. Менің ойымша ол бұл фильмде өзін театр мен кино суретшісі ретінде ғана емес, ғалым әрі шығыс танушы ретінде де толығымен ашып көрсете алды. Құлахмет Қожықов шығармашылығы енді Абай поэзиясына ойысқан. Суретші дала данышпанның дүние танымындағы рухани жетілудің биік сатысы, кемел толық адам дәрежесі турасындағы ойларын түйсініп отырып, оқыған сайын биіктей түсетін ақын тұлғасына тәнті болады. Ол сананың мүмкіндігі, жан кемелдігі жайлы өз ізденістерін тереңдете түседі. Сондықтан ұлы ақынның тұтас болмысын көзге көрсетіп, қылғалам мен сәтті бейнелейді. Қылғалам шебері қазақ халқының мәдениетін, тарихын, әдет-ғұрпын, салт дәстүрін жетік білді. Оның Қобыланды батыр жырына арналған суреттері дайын тұрған декорация десе болатын. Ер тарғын жырында асқан көркемдікпен безендірді. Ақтабан шұбырынды сериясындағы дивана бейнесі арқылы кеңестік кезеңде зерттеусіз қалған тарихтың қалың, құйқалы қабатын құрайтын ақиқаттарға тамыр тартты. Папа мой посоветовал султану, говорит... Әкемнің сұлтанға кеңес бергенде айтқаны бар. Біз бәріміз суретшіміз. Рас, Қожахмет, Құлахмет, Нұрахмет тіпті аналары Ләтипаға дейін суретші болатын.
Сен Сұлтан режиссер бол деп әкем оның ВГИКте оқып, кинорежиссер болуын қалады. Ол режиссерлік бөлімге оқуға түсіп, кейін танымал кинорежиссер болып оралды. Известным режиссером. Ол түрен түспеген тарих қойнауларына өз шығармашылығында жиі оралатын. Құлахмет Қожықов 1960 жылдардың аяғында өзі өмір бойы армандаған Қыз жібек фильмін жасауға іштей дайын екенін ұғынады. Оның жүрегіндегі арманға, ғажайып идеяға қаныққан режиссер інісі Сұлтан Ахметтің де оған деген қызығушылығы күннен күнге ұлғая түседі. Құлахмет Қожықов Ұлы жібек жолының бойымен жасаған ғылыми зерттеулерін жинап, саралап қана қоймай, 1960 жылдардың екінші жартысында оның эскиздік жобасын жасауды қолға алады. Мұнда ол қазақтың сәнді салт дәстүрлерін, әдет-ғұрпын, мәдени мұраларын жаңғырта, жаңадан көрсетуді армандайды. Қыз жібек эпосындағы ғажап, сәні мен салтанаты жарасқан көш, хан қызының салтанатты күймесі, Сырлыбайдың айбынды ақ ордасы, көп бөлмелі киіз үйлер, қылғалам шеберінің қиялынан қағазға түсіп жатты. Төлегеннің жекпе-жегі, жау соңына түсуі, оның сатқынды таныған сәті, бәрі алдын ала бейнеленіп дайын тұрды. Төлегеннің Бекежан қолынан ажал құшуына дейін, Құлахмет өзінің эскиздерінде түсірілімнен 10 жыл бұрын бейнелеп қойған болатын. Бас кезінде фильмнің қоюшы суретшісі ретінде ол өз жұмысына қызыға кіріседі. Бірақ әлде бір себептермен кейін ол бұл арманнан бас тартуға мәжбүр болады. Құлахмет Қожықов Қыз жібектің қоюшы суретшісі болмаса да, фильм о баста суретші салған эскиздік нұсқадан қатты өзгеріп кетпегендігін байқау қиын емес. Фильмді түсіретін режиссер ретінде Құлахмет Қожықовтың інісі Сұлтан Ахмет Қожықов таңданып алынады. Кейін Қыз жібек мазмұн тұрғысынан да өзінің көркемдік шешімдерімен де көрерменді таңдай қақтырып, халықтың сүйіспеншілігіне бөленді. Міне, Қожықовтар әулетінің кенжесі де кейін ұлтымыздың мақтанышы, дарынды режиссер ретінде қазақ кино өнерінің тарихында қалды. İnsan kemel, Инсан кемел, яғни кемел адам деп көбінесе дін қызметкерлерінің арасында Құдайға, Аллаға ықыласымен берілген адамдарды атайтын. Ал өнер адамдар үшін нағыз Құдай өздері жан тәнімен берілген өнер болатын. Богом истинное было искусство. Олар қазақ даласы үшін өнердің мүлдем жаңа түрлері мен жанрлары дүниеге келіп, қаз-қаз тұра бастаған дәуірде өмір сүрді. Өнерде қайталанбас бедерлі із қалдырды. Біз бүгін Тәңірге тән сақилықпен жаратылған ғажайып әлемнің мәні мен әрін айнытпай кескіндей алған суретшілердің құдіретіне тамсанып, тағзым ете отырып, өнерлеріне алда талай сүйсінеріміз анық.